Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз 2025 жылға автосондағы жаяу жүргіншілер өткелдеріне байланысты тест сұрақтар талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Сіз осы жағдайда қай жаяу жүргіншіге жол бересіз? Так, анимацияны қарасақ, трамвайға кіріп жатқанға ма, не шығып жатқанға ма, достар? Соны анықтасақ, варианттарды оқиық. Тек тоқтап тұрған трамвайға есігі жағынан бара жатқан жаяу жүргіншіге, тек тоқтап тұрған трамвайдан есігі жағынан келе жатқан жаяу жүргіншіге. Қайсына жол береміз, достар? С варианты екі жаяу жүргіншіге де. Так, до варианты жаяу жүргіншілердің еш қайсына да. Достар, бұл жерде бізде енді С варианты дұрыс, екі жаяу жүргіншіге де. Так, біреуіне жол беріп, біреуіне жол бермеген қалай болады екен. Так, келесі сұрақ. Екі, бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі міндетті. Так, бізде автобус, және балалар таным белгісі белгіленген мына автобуста. Яғни балалар осылай автобус любой жерге тоқтайды. Балалар түсу керек, яғни А варианты жылдамдықты азайтуға, қажет болған жағдайда тоқтауға және балалар тобын өткізіп жіберуге. В варианты жаяу жүргіншілер өткелі болмағандықтан қозғалысты жалғастыруға. С варианты жіті назар аудара отырып дыбыстық сигнал беруге және қозғалысты жалғастыруға. Так, әрине А варианты дұрыс, достар. Жылдамдықты азайтуға, қажет болған жағдайда тоқтауға және балалар тобын өткізіп жіберуге. Өйткені бұл автобуста бізде балалар таным белгісі белгіленген, орнатылған десек те болады. Бұл жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісі, так, тағы да бізде балалар таным белгісі белгіленген мына автобуста. Сақтық шараларын сақтаумен қозғалысты жалғастырады. Так, В варианты дыбыстық сигнал беру арқылы қозғалысты жалғастырады. Жүргізуші балалар тобын өткізеді. Балалар тобын өткізеді, достар. Так, бұл бізде автобус па, әлде Икарус па, достар? Біреу жазып берер. Неге автобус деп жатсың, не? Икарус танымайсың ба деп. Бұл бізде Икарус или автобус, достар. Так, келесі. 4. Бұл жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісі жаяу жүргіншіге жол беруге міндетті ме? Так, осындай пешеходтан өтіп жатыр. Бұл автомобиль міндетті ме, достар? Давайте дұрыстап ойланамыз. Дұрыстап жауап береміз. Давайте паузаға қойып. Жол береміз бе, әлде жол бермейміз бе? Өте қиын сұрақ, достар. Барынша дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Так. Ал мен дұрыс жауапты белгілеймін, достар. Әрине, достар. Міндетті. Так, келесі 5. Мына жағдайда қара автомобиль жүргізушісі тоқтайды. Жаяу өтпе жолға дейін 5 метрде, жаяу өтпе жолда, тура жаяу өтпе жолдың алдында тоқтайды. Бұл жерде, достар, бізде дұрыс жауап, тура жаяу өтпе жолдың алдында тоқтайды, достар. Жауап бізде дұрыс. Егер де осы сайтқа доступ алып, автосон тесттерінен 200% өткілеріңіз келсе, комментарийде немесе профильде бізде WhatsApp номер тұр, 847-251-2170. Сол номерге жазыңыздар, сіздерге толық ақпарат жіберем, достар. Бізде осындай жаяу жүргіншілер өткелдеріне байланысты автосонда бар болғаны 5-ақ сұрақ екен. Ендеше сау болыңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, достар.